Сәлем достар. Бір мезетте жоқ болып кететін, бірден барлығы жеп тауысып қоятын көженің рецептін сіздерге ұсынамын. Бұл грузин халқының чашашули деп аталатын көжесінің рецепті. Бұл тағамға кез келген етті пайдалана беруге болады. Мен сиыр етін қолдандым. Аса ұсақтамай, видеодағыдай осылай кесектеп тураңыздар. Достар, егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда көп рецепттер болады. Бір сарымсағымызды жіңішке әрі ұсақ қылып турап аламыз. Тәтті қызыл бұрышты да жіңішкелеп турайсыздар. Бұл тағамды өзіміздің қазақ халқы көже деп есептемеуі де мүмкін. Сол үшін қасына гарнир пісіріп қоя салсаңыздар да өте тойымды болып шығады. Негізі бұл тағам грузин халқының бірінші тағамы, яғни көжесі деп есептеледі. Енді қызанақтарыңыз үлкен болса, онда біреу қолданасыздар. Кішілеу болса, екеуді қолданып, осылай ортасынан бірлет бөліп, төрт бұрыштап, ұсақтап турайсыздар. Қызып тұрған тавамызға біраз май құйып, етіміздің барлығын салып, алдымен қуырып аламыз. Енді үстіне туралған сарымсағымызды салып, оны да бірге қуырамыз. Келесі кезекте болгар бұрышын салып, тағы да қуырамыз. Арасында араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Қызанағымызды салып, тағы да 5-10 минут қуырып аламыз. Енді үстіне дәмдеуіштер саламыз. Менде хмели, сунели, паприка және қара бұрыш. Менде етімнің тұзы өзі дәл болып шықты. Дәміне қарай тұз саласыздар. Енді 300 грамм су құйып, астын баяу отқа қойып, 1,5-2 сағаттай бұқтырып пісіріп аласыздар. Егер су тартылып қалып жатса, тағы да су құйып отырасыздар. Бір сағат 40 минуттай пісті. Осылай суы қою болып шығады. Бірнеше чеснокты осылай чеснок кадавкадан өткізіп араластырамыз. Енді ыдысымызға салып тамақтана берсек болады. Бұл тағамның иісі деген енді үйді жарып тұрады кәдімгідей. Еті 1,5-2 сағат пісқандықтан жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды тағамдардың бірі. Барлықтарыңызға ас болсын.